Қымбатты жас достар, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу. Балалар, алдарыңыздағы суреттерге назар аударайық. Барлық суреттерді біріктіріп тұрған тақырып қандай? Әрине, Маңғыстау өлкесі. Біздің өлкеміз қандай тамаша. Достар, Санжар мен Каусар Маңғыстаудың көрікті жерлерін аралап қайтты. Әр суреттің астында өрнектер жазылған. Осы өрнектерді тиімді тәсілмен есептейміз. Ал мәндерін өз суретімен атасақ, Санжар мен Каусар бұл орындарда қандай реттілікпен болғанын анықтай аласыңдар. Қане, іске сәт, өздеріне ыңғайлы деген тәсілді пайдаланыңыздар. Қане тексерейік. Ең кіші сан бұл 20. Санжар мен Каусар ең бірінші Ақмаржан қала Ақтаудың орталығында болыпты. Келесі сан 30. Олар Каспий теңізінің жағалауында қыдырған екен. 40-қа тең сурет бұл Мұнаралы Маңғыстау өлкесі. Келесі 10-дық 50. Санжар мен Каусар киелі орын Бекет ата басында болған екен. Соңғы сан 60. Маңғыстауда керілген ағаш үйдің күмбезіне ұқсас Шерқала тауында болған екен. Балалар, біздің өлкеміз қандай тамаша. Сіздер арифметикалық амалдардың қандай қасиеттерімен таныссыздар? Бірінші тапсырманы есептегенде ол білімдеріңді пайдаландыңдар ма? Қосудың қандай қасиеті бар? Көбейтудің қандай қасиетін білесің? Дұрыс айтасыздар балалар, қосудың да, көбейтудің де ауыстырымдылық қасиеті бар еді. Біздер бірінші сыныпта қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейтін ережемен таныссақ, ал екінші сыныпта көбейткіштердің де орнын ауыстырсақ, көбейтіндінің мәні өзгермейтінін білдік. Және қосудың да, көбейтудің де терімділік қасиеті бар екенін білдік. Олай болатын болса балалар, біздер бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қандай екен? Бірге оқиық. Тиімді есептеу үшін амалдардың қасиеттерін қолдана отырып, өрнектерінің мәндерін табуды үйренеміз. Ал өздеріңді бағалау критерийлеріңіз мынадай болмақ. Есептеудің тиімді тәсілін таңдай аламын, түсіндіре аламын, есептеп жауабын таба аламын. Балалар, сіздерге тапсырма берілді. Берілген өрнектердің мәні бірдей деп айтуға бола ма? Неліктен? Берілген өрнектерді есептеу барысында қосудың қандай қасиеттері қолданылды? Әрине, бұл өрнектерді есептеу барысында қосудың терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолдандыңыздар. Енді балалар, қолдарыңызға қалам, дәптерлеріңізді алыңыздар. Сіздерге екінші тапсырма беріледі. Экрандағы өрнектерді тиімді тәсілмен есептейсіздер. Қане, менімен бірге тексерейік. 6-ға 24-тің қосындысын табу үшін әрине бұл жерде 24 санын толық ондыққа толтырамыз. Сондықтан бізге 24 пен 6-ның қосындысын тапқан өте тиімді. Мәні 30-ға тең. Екінші өрнекте 41 санын толық ондыққа толтырып, яғни 41 мен 9-дің қосындысын тауып алып, одан шыққан мәнге 12 санын қосуымызға болады. Мәні 62-ге тең. Ал үшінші өрнегіміз 2 мен 40-тың көбейтіндісін табу үшін бұл жерде 40 санын 2-ге көбейткен тиімді.
мәні 80-ге тең. Балалар, келесі кезекте сіздерге үй жұмысы беріледі. Оқулығымыздың 7-ші бетіндегі 5-ші тапсырманы орындауларыңызды сұраймын. Сабақта келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.